IELTS-қа дайындалуда көбісі қиын деп көреді, бірақ негізінде дұрыс стратегия құрсақ, оның барлығы негізі 10 есе оңай түседі. IELTS-тың 3 секцияларынан бойынша сабақ беремін. Listening 8-5, reading 8, writing 6-5 және speaking 8 және overall менде 8 болады. Өмірдегі левелімізді тексереді. Содан соң біздің жаңағы мысалы лекция кезінде қаншалықты қараймын, мына жерде education туралы оларда өте көп мысалы ұқсастықтар. Соны бәріңе сәлем, менің есімім Велес Айгүл және мен Көзайымның мемберімін. Бүгінгі видеода сізбен осы IELTS-тан қалай 8 алғаныммен бөлісемін және жаңағы мұғалім болудағы тәжірибеммен сізге жаңағы өзімнің лайфхактарымен бөлісетін боламын. Оқушыларымда қандай қиындықтар бар, солармен сіздермен жаңағы ашығырақ сөйлесетін боламыз осы тақырыпқа. Енді негізі менің бэкграундым бойынша айта кетсек, мен жаңағы Назарбаев зияткерлік мектебінен боламын. Бізде ол жерде бүкіл оқушыларда бэкграунд ағылшын тілінде болған соң, мен де өзім жаңағы IELTS-ты жақсы тапсырамын деген оймен өзім стратегия құрып бастадым. Себебі IELTS-ты көбісі қиын деп санайды, бірақ негізінде ол жаңағы дұрыс стратегия жасасақ, дисциплина жасасақ, оның барлығы 10 есе оңай болып кетеді. Себебі бұл барлық жаңағы экзаменаторлардың өздері айтады да, мысалы. Енді менің секцияларым бойынша бұл listening 8-5, reading 8, writing 6-5 және speaking 8 және overall менде 8 болады. Енді қазіргі таңда мен балаларға, осы өзіммен жасты балаларға, одан да үлкенірек оқушыларға IELTS-тың 3 секцияларынан бойынша сабақ беремін, ал speaking бойынша сіздерге просто ауызша тоқталып кететін боламын. Енді мен сіздерге өзімнің презентацияларымды көрсетсем, бұл жерде мен жаңағы курс бойынша беретін сабақтарымның бір бөлігі listening overview. Бұл бізде жаңағы 4 парттан тұрады, ол парт 1, 2, 3, 4. Бұл презентацияда мен парт 1 мен парт 2-ні бөліп қойдым, себебі ол ең оңай болып табылады. Себебі ол жаңағы IELTS listening-тің ең оңай бөлігі. Себебі бұл жерде көбінесе casual dialogue. Ол бізде қарапайым өмірдегі біздің бір-бірімізбен сөйлесетін тақырыптар бойынша. Мысалы, сенің атың кім? Мысалы, бұл курс туралы не ойлайсың деген сұрақтарға жауап береді. Ол booking болсын, ordering. Ол бізде жаңағы here you can see everyday conversation, яғни informal. Бізде неформальный түрдегі форматтағы адамдардың бір-бірімен сөйлесуі, ол парт 1-ге қатысты. Яғни бізде 10 сұрақ чисто осы адамдар қалай жаңағы әрекеттеседі бір-бірімен, мысалы номерін сұрайды, ол мысалы почтасын сұрауы мүмкін, оның барлығы бізде парт 1-де жаңағы сақталған. Ал парт 2 болса, бізде ол жаңағы уже қиындай түседі, себебі бір адамның көбінесе жаңағы 80%, mostly, ол жаңағы бір адамның сөйлеуі орын алады, ол монолог көбінесе. Себебі бұл жерде бізде informative, for example, tour guide, talk about a place, ол бізде жаңағы бір, например, гидтің парк туралы айтуы болуы мүмкін. Мысалы, маған қараңыздар, бұл жерде бізде мысалы туалет тұрады деп, даже ондай тақырыптар болады бізде, себебі карта көбінесе бұл парт 2-де карта болады. Картаны негізі көбісі қиын көреді, себебі бұл жерде жаңағы бағыттар болады, north, мысалы south, west, жаңағы east дегендердің барлығы осы жерде болады, барлығы соны қиын көреді. Бірақ негізінде осы бағыттарды жаттап алсақ, мысалы біз, оның барлығы бізде жаңағы оңай болады. Ол барлығы бізде грамматика, vocabulary, сосын жаңағы бағыттарды айыра білудің маңызды бөлігі мысалы. Енді сіздерге осы парт 1 мен парт 2-де не бар екенін түсіндіріп кеттім. Ең бастысы бізде difficulty increases from part 1 and to part 4. Яғни бізде бірінші парттан 4-ші партқа дейін ол бізде жаңағы соответственно өседі. Себебі қиындай, то есть астыға түсіп бастағаннан кейін бізде уже барлық соответственно қиындай түседі. Себебі барлығы біздің мысалы қарапайым өмірдегі левелімізді тексереді. Содан соң біздің жаңағы мысалы лекция кезінде қаншалықты біз тыңдай аламыз, біз қарапайым адамдардың, мысалы профессорлардың, археологтардың сөйлегендерін біз насколько түсіне аламыз, соның барлығын бізде осы listeningте тексереді. Енді жаңағы парт 1-де не көретінімізді айттым. 2 спикер болады бұл жерде. Контексті оның booking, мысалы telephone calls, фокус бізде көбінесе сандарға
адамдардың аттарына және адрестерге place, date, spelling, яғни көбінесе просто қарапайым сөздер болады негізінде, ондай прям аса қиындығы жоқ деп ойлаймын. Бірақ бірінші бастағанда, конечно, жаңағы қателіктер көп болады. Өзімде байқағаным өзімнен. Ол потому что себебі бізде мынандай жаңағы traps деген болады, ол бізде ловушкалар. Яғни экзаменаторлар специально осы оқушылар тыңдаған кезде шатасып кетсін, специально естімей қалсын деген сияқты, или дұрыс емес ответ жазып жіберсін деп специально бізді андай итеретті. И ол бүкіл экзаменде болатын нәрсе. Бірақ бізде осы парт 1-ге қандай стратегия бар? Ол бізде prediction, бізде болжам. Заранее, мысалы, мен оқимын да, мысалы, бұл сұрақта тұрады. My name is, и бос орын. Мен ол бос орынға қарап, мен болжам жасай аламын. Мына жерде менің атымды сұрап тұр. Яғни мен қазір тыңдаймын, біреудің атын айтады, значит, мен мына жерге жазамын деп қасына жазып қоямын. Name, да, например. Сол жерде ол бізде prediction болады көбінесе. Және бізде spellingке мән беру керек. Numbers, себебі олар spelling кезінде әрбір сөзді, мысалы, менің атымды айтқанда A, Y, A, G, O, Z деп, мысалы, әр әріпті бөлек-бөлек айтады. Ол негізі оңай, сондықтан шатасып кетпеуіміз жөн. И numbers кезінде де бізде осы әрбір санды тоже бөлек айтады. For example, phone number is 45673 десе, бірақ кейде бізді шатастырып жіберу үшін бастапқыда ол дұрыс емес вариантты айтады да, сосын оқушылардың көбісі соны жазып жібереді. И сосын дальше тыңдамайды. Бірақ негізінде бұл өте басты қателік, себебі олар специально сөйтеді. Себебі біз жаңағы керек емес зат жазып береміз да, ал ең дұрыс вариантты біз ол содан кейін айтқан соң ғана біз жаңағы естімей қаламыз. Сондықтан біз до конца тыңдау керекпіз, себебі бізде айтуы мүмкін, ал жоқ, мен қателесіп кеттім, негізінде оказывается мынандай номер деп жаңағы дұрыстап айтады. Сондықтан біз до конца тыңдау керекпіз әрбір айтқан сөздерін. Бұл парт 1-ге қатысты. Енді бізде парт 2 болса, ол монолог, жаңағы оның контексті giving information, tour, public event, university orientation да. Бізде ол университеттің, мысалы, жаңағы open day мысалы болады, ол сол кезде бізге гид келеді да, мысалы, түсіндіреді, мынау бізде мындай жаңағы кафетерия деп түсіндіру мүмкін. Ол кезде бізде карта болады. Карта бізде не үшін керек? Бізде көбінесе көріп тұрғаныңыздай, бізде диаграммалар, multiple choice көп, мына жерде note completion, maps, diagrams. Бұл негізі не үшін қажет? Part 2 бізде key strategies, бұл жерде headingsтерге маңыз беру, жаңағы көңіл бөлу керек. Себебі біз тоже prediction сайламыз топиктерге, и уже примерно қандай сөздер жаңағы терминдер келетін жаңағы түсінеміз. Енді карталар мен диаграммаларға байланысты бізде directions қажет, иә? Left, right, next to, behind, for example, above, under, мысалы, at the center деп бізде жаңағы ортада, сол жақта, артында, opposite, between деп айту мүмкін. Яғни оның барлығы бізде жаңағы орынның орналасу жағын бойынша айтылады, иә? Listen for signpost words. Бізде signpost words деп тұрамыз. Бізде жаңағы біз көмектесуші сөздер. For example, firstly десе, яғни біріншіден осындай деп олар аргумент келтіру мүмкін. For example, біріншіден мынау бізде өте маңызды, мысалы, кафетерия деп, мысалы, айтып кетуі мүмкін. Next, however, finally деп тұрамыз. Бізде ол келесіде оның не айтатынын уже түсінікті болады да. Мысалы, осы signpost words арқылы біз примерно не айтатынын түсінеміз уже. Next десе, ол уже келесі бір мысал келтіру мүмкін. For example, бізде мысал жаңағы мысалды түсіндіретін бізде жаңағы linking word, иә? However, бізде қарама-қайшылықты көрсететін сөз. Яғни ол бізде контрастты жаңағы көрсететін нәрсе. Finally, ол бізде қорытындылайтын сөз. Яғни біз осыларды айыра біліп, біз уже сол аудионың қай жерінде келе жатқанымызды біліп отырамыз уже. И pay attention to tone change. Бізде осы ағылшындарда, білетін шығарсыздар, бізде олар жаңағы интонациямен көп айтады. Керек жерлерін олар көтеріп жүру мүмкін. For example деп созады, for example, иә? И сондай нәрселерді бізге тоже мән беру керек, себебі өте қатты байқалады. Именно тыңдаған кезде өздеріңіз потом байқайсыздар. Оказывается, олар өздеріне керек жаңағы біздің жауабымызды шамалы асырып сілтеп жаңағы не істейді, айтады. И, вот, парт 2 бізде осылай бітеді. Негізі осы барлық listeningке, readingке маңызды бір стратегия, бұл жерде prediction, екіншісінен keywords, бізде кілт сөздер арқылы тез ориентир жасай аламыз. For example, мен өзіме керек затты ести алсам, и аудиода оның синонимі айтылып кетуі мүмкін. Осындай да бір вариант бар, себебі бізде дәлме-дәл ешқандай сөз айтылмайды.
ол жаңағы сондай тоже вокабуляр тексерілетін жер. Сондықтан біз осы keywords-тың астын сызған сөзіміздің синонимында примерно білу керекпіз. Себебі бізде жаңағы аудиода солай айтып кетуі мүмкін. Енді бізде осы бітті part 1 мен part 2. Егер part 3 пен part 4-ке көшсем мен, бұл жерде жаңа мен айтқандай шама қиын болады. Себебі мен өзіме де, for example, multiple choice-ның өзі қиын болып табылады. Себебі бір ұзақ бір сөйлем, то есть бізде берілгені сұрақтың и 3-4 вариант ответ. То есть соның каждый keywords-ның астын сызуым керекпін, еще оны түсіну керекпін, и оның барлығын белгілеп мен үлгеру керекпін да. 1 минуттың ішінде бізге уақыт беріледі ғой, әрбір жаңағы аудионың алдында. Бірақ соның өзінде де көбісі үлгере алмай қалады. Себебі апай мен түсінбеймін, апай мен кейбір сөздерді жаңағы үлгермей қалам түсініп деп айтады маған көбісі. Бірақ бұл жерде ең маңызды стратегия тоже уақыт бойынша үлгеру, time management. Яғни мен өзіме негізі осындай стратегия жасаған болатынмын. Part 1 мен part 2 мен үшін ондай қатты маңызды емес, себебі мен оны даже қарамай-ақ, допустим, тез белгілеп тастай аламын, for example, да, себебі оның part 1-дің өзі мысалы оп-оңай, for example. Ал part 3-ке, part 4-ке мен особо жаңағы мән беремін да, и part 1-дің уақытында мен осы part 3 пен part 4-ке көшіп кетемін заранее. И мен өзім keywords-тардың астын сызып, түсініп аламын кейбір сұрақтарды. Сондықтан мен үшін part 3 пен part 4 жаңағы эквивалент бойынша менде көбірек, for example. И part 3-тен біз не күтеміз? Бұл multiple choice, matching, яғни бізде бір тақырыпшамен оның мазмұнын салыстыру, сәйкестендіру. Сондай да болады бізде. Table, classification, бізде осының барлығы part 3-ке байланысты. Яғни бізде part 3-те қандай тақырыптар келуі мүмкін? 2 студенттің араласуы мүмкін. Олар бір жобаны талдайды, for example. По идее, көбінесе, mostly 80% осындай тақырыпта келеді. 2 студент келеді, бір-бірін талқылайды. Менде мынандай проект, сенде қандай проект, оны қалай дұрыстауға болады, оның минусы қандай деп, просто андай обобщенно бір сұрақтар қояды бір-біріне. И олардың андай кейде келіспеушіліктер болады. Бірақ мен былай ойлаймын, сен олай ойлайсың ба? Бірақ мен былай ойлаймын деп оларда жаңағындай спорлар болады да. И біз соны айыра білу керекпіз. Кім шынымен де келіседі, кім мысалы андай шамалы келіспеушілігі бар ішінде. Соны біз айыра білу керекпіз. И плюс оның үшінші адам болуы мүмкін, ол профессор. Яғни осы екі оқушы барады да, ол профессорға айтады, бізге көмектесіңізші, бізде жаңағы disagreement бар, for example, я. И сол тьютер көмектеседі оларға. Сондай бар бізде. Бұл жерде именно focus on opinions бізде, я. Яғни бізде өз ойларына фокус жасалады. Және контрастный сөздерге мән береміз. However, but, instead, жаңағы олардың қарама-қайшылықтарын көрсететін сөздер. Және predict answers before listening, бізде ол естудің бойынша жаңағы бұрын prediction жасау тоже. Ал part 4-ке өшсек, бұл жерде тек бір ғана спикер болады, ол лекция оқиды. Лекция не үшін ең қиын, себебі бұл академический тақырыпта сөйлейді көбінесе олар. Мысалы, история, ғылым, мысалы, environment, art, оның барлығы бұл бізде part 4-те болады. Мен үшін шамалы қиын болмағанымен, себебі бұл жерде тек бір ғана сөз жазамыз, толтырамыз, бірақ сонда да ол 4 минут бойы жүрген соң шамалы андай шатасып кетуі мүмкін, себебі адами фактор бар бізде. Кейде мән бермей қаламыз, кейде скучно, кейде ұйықтағым келіп кетеді. Сондай кездерде бізде именно осы part 4 қиынға соғады. И difficulty өзі бұл жерде жазылып тұр. No interaction, only one voice, lots of information. Өте ұзақ болады. Жаңағы 4-5 минут бір ғана адамды сөйлеп отырған тыңдау, көбінесе қиын. И вот, негізі осы part 3 пен part 4-те даже осы keywords-тардың астын сызып, оларды жаңағы түсініп алу ең маңызды болып саналады, себебі мен өзім тек қана keywords-тармен жұмыс істеймін. Енді біз reading-ке көрсек, вот listening-ке байланысты қандай лайфхактар көтсем, просто IELTS-тың өзін шығара бермеңіздер, просто тыңдап деген сияқты вот практистерді жасап, ол негізі чисто практиспен сіз дамыта алмайсыз өздеріңіздің listening skills-тарыңызды. Себебі бізде не маңызды? Бізде қарапайым өмірдегі experience маңызды. Подкасттар тыңдаңыздар ағылшын тілінде. Мысалы, мен аудио тыңдайтын едім. Мысалы, IELTS-қа дайындалар алдында мен всегда подкасттар тыңдап, фильмдер қарайтын едім. И субтитрмен қарай беретін. И негізі ең бастысы сіз тыңдау керексіз, ол жаңағы олардың речьтарын. И өздеріңіз сіңеді, мысалы, ағылшындардың араласуы бір-бірімен, интонациясы,
произношениесін барлығы сізде уже сіңіп кетеді. И сондай лайфхактар бар. И даже өлеңдер тыңдаған кезде олардың периодтарын мысалы құлақ түріп тыңдасаңыз өзіңізге де жақсы болады. Енді рейдингке көшсек, рейдинг бұл жерде негізі қиындау, себебі бізде үлкен текст береді. Бізде 3 passage беріледі. Passage 1, 2, 3. Әрқайсысына осындай true, false, not given, heading matching, summary деген жаңағы тапсырмалар болады. Енді мен true, false, not givenге мысалы тоқталсам, бұл жерде бізде true бізде дұрыс, false деген бұрыс деген білесіздер. Бізде ең не маңызды? Бізде identify any words that qualify the statement. For example, some, all, mainly, often, always, and occasionally. Бізде осы сөздер бір-бірінен айырмашылығы өте маңызды. Себебі some ол бізде кейбірі, all бізде барлығы, mainly бізде көбінесе. Яғни осы сөздердің бір-бірінен айырмашылығын білсек, бізде, for example, кейбір сөйлемдердің контексті бойынша бөлек екенін түсінесіздер. For example, Coca-Cola has always made its drinks in the USA. Бізде Coca-Cola өздерінің сусындарын үнемі Америка жасайтын болды, 100% деген білдіреді. И бізде екінші сөйлем бар, дәл сондай почти, бірақ бір ғана сөзі бөлек. Coca-Cola has mainly made its drinks in the USA, яғни көбінесе бұл 80% где-то, 50%-ден көп, ол біз түсінікті. Яғни осы екі сөйлем бір-біріне вообще қарама-қайшы. Яғни вообще ұқсамайды бір-біріне. Себебі неге? Себебі біреу 100%, Америкада жасайды, екіншісі примерно 50%-ден көпті. Яғни олардың айырмашылығын білу керекпіз. Кейде оқушылар білмей қалады да, и true деп белгілеп тастайды, хотя текстте вообще басқа айтылған. Бізде барлық жаңағы true, false, not givenде тоже keywordстардың астын сызамыз. Бізде көбінесе еще синонимі жоқ сөздерді тапқаныңыз жөн. For example, жер су аттары, адамдардың аттары, профессорлардың, оларды көп кездеседі, себебі біз осыны іздеу арқылы тексттен оңай табамыз. For example, жылдар болса, 1990-да біз тексттен тест табамыз, себебі ол бір жерде ғана болуы мүмкін, и сол жерде, именно керек жерде біз тест табамыз. Или, мысалы, бір адамның, профессордың атын тоже бір жерден тест табамыз. Или, for example, бір островтың атын сұраса, біз тоже оны тез табып аламыз, и өзіміздің керек жерімізді бүкіл текстті оқымай-ақ табуымызға болады. Енді бізде менің стратегиям осындай, кілт сөздер арқылы керек жерді тауып алу. Енді понятно, себебі, бірақ мен көбінесе синонимі жоқ сөздерді жаңағы іздеуге тырысам. Негізі осы бүкіл текстін оқудың қажеті жоқ деп ойлаймын, себебі ол ұзаққа кетіп қалады. Сондықтан, бірақ кейбір керек жерлерде, конечно, ол нужно. Енді heading matching бізде жаңағы сәйкестендіру, оның стратегиясы қандай. For example, бізде list of headings болады, то есть олардың, for example, қазір көрсетем сіздерге, так, here. Оқушылармен бірге талдаған болатынбыз. Бұл бізде list of headings. Бұл бізде 9 түрлі тақырыпшалар бар. И осының текст пен параграфтарын сәйкестендіру қажет. Яғни аға қандай әріп қажет, то есть қандай сан сәйкес келеді осы жерден, соны қарау керекпіз. Енді бізде қандай стратегия бар осыған? Бұл жерде біз read all headings, яғни бізде бүкіл headingsтерді оқимыз бірге. Әрқайсысын оқып, оның keywordстарын астына сызамыз, highlight the keywords. Сосын бізде ол айырмашылықтар мен осының ұқсастықтарын бірге жіктеп аламыз. For example, мен қараймын мына жерде education туралы оларда өте көп, мысалы, ұқсастықтар. Соны бөлек ала аламын. И мен жаңағы әрбір параграфты оқып шығып, for example, read the first and last sentence of the paragraph. Мен уже примерно не айтқысы келіп тұр осы текст, осы параграф, соны мен оқып аламын. Немесе олай шықпаса, мен просто әрбір параграфты оқып, мысалы, параграф аны оқимын бөлек, сосын қайтадан list of headings'е қайтып келем. И осыдан, осы 9 штуктан қайсысы келеді осы параграф аға, мен соны сәйкестендірем пока что. И B'ге өтем, Б параграфына, и қайтадан қайтып келем list of headings'ке. Осында стратегия бар. Ал енді summary бізде ең оңайы, негізінде, ол просто қай жерде сөз жетіспей қалады, соны біз қарау керекпіз. Ол тоже ол жерде синониммен іздейміз. Примерно қай жерде осы жоғалып қалған екен осы бөлігі текстің. Сол нені оқимын, keywordстарын астын сызам, осын қайттан текстке қайтып келем. И ең маңызды нәрсе бұл жерде word limit. Яғни бізде no more than 2 words деп айту мүмкін, яғни 2 сөзден аспау қажет. Мен соған өте маңызды бір көңіл бөлем. Енді рейдингке аса тоқталмай қояйық, себебі қалған тапсырмаларда, мысалы, бір-біріне ұқсайды. Yes, no, not given, ол true, false, not givenге
өте қатты ұқсайды. Просто бұл жерде именно автордың ойын сұрайды да. Мысалы, сосын бізде тағы не бар? Бізде жаңағы қазір қарап шығайық. Так. Here. Так. Бұл жерде sentence completion тоже ол summary-ге ұқсайды. Себебі sentence completion бізде тоже бос орындар толтыру. И multiple choice ол тек қана осының айырмашылығы бар. Бізде вот question беріледі, соның 4 варианты, соның біреуін ғана жаңағы белгілеу қажет. Просто multiple choice-тың не қиыны бар? Бізде варианттар бір-бірімен ұқсас болып кетуі мүмкін. Бірақ сонда да оның айырмашылығы текстің өзінен байқалады. Біз уже керек емес сөйлемдерді, керек емес варианттарды сызып тастауымыз керек, өзімізге мешать етпес үшін. И ең бастысы біз оның варианттарына ғана емес, именно маңызды жаңағы question-ге көңіл аударуымыз қажет. Себебі көбісі 4 ABCD-ге көңіл бөліп кетеді, ал сұрақтың өзіне жаңа қорытпай қалады. Сондай да варианттар бар. И енді writing-ге көшсек, writing бізде енді менің ойымша ең қиын парт болып саналады IELTS-тың. Себебі бұл жерде жаңағы парт 2-ге бөлінеді, парт 1 және парт 2. Парт 1 бізде ол чисто академический анализ. Яғни бізде диаграмма беріледі, for example, line graph. Line graph бізде сызықтық функция. Сызықтық функция бізде, допустим, Барселонаға қанша туристер барды деген бізде ақпарат болады. For example, астына бізде X-axis-та бізде жаңағы жылдар болса, Y-axis-та бізде олардың жаңағы саны, миллиондаған сандары. Бізде өсуі мүмкін, біреу төмендеуі мүмкін, иә. Яғни осындай варианттар келгенде біз жаңағы оны айыра білу керекпіз. Яғни анализ жасай білу керекпіз. For example, line graph менің талдағаным бойынша негізі көбінесе бізде line graph, bar graph, pie chart осы үшеуі кездеседі. Себебі неге? Себебі олар талдау оңай. Ал бізде если не повезет, то бізде table, процесс, map келуі мүмкін. Оның әрқайсысын талдаудың қажет жоқ сияқты, себебі ұзаққа кетіп қалады. Бірақ сонда да мен жаңағы просто общий қандай лайфхактар қолдануға болатынын айтып кетемін. Мен өзім жаңағы райтингке дайындалғанда басқалардың эсселерін оқитын едім. Мысалы, мен өзім примерно білем. Допустим, мен бастапқыда мен вообще райтингтен құлдырап онша емес жазатын болдым да. Сосын қалай дайындауға болады дегенде, именно структураға мән бердім. Бізде структура общий, парт 1-ге. Introduction, бұл жерде чисто перефраз керек бізге синонимдермен, просто басқаша жазыстыру берілген. Сосын overall-да просто сіз детальсіз, ешқандай өзіңіздің ойыңызды қоспайсыз, ондай сандардың ешқайсы қажет жоқ. Просто сөзбен примерно не көріп тұрсыз, маңызды нәрсе. Мысалы, өсіп кетті, төмендеп кетті период бойынша арасында. Соның маңызды деген заттарыңызды осы overall-ға жазасыздар. Ал body 1, сосын body 2-де осы 4 структурасы бар. Сосын introduction, overall, body 1, body 2. Ал body 1 мен body 2-де мысалы бөліп тастайсыздар. Body 1-де мен басқа бір нәрсені жазам, бір-біріне ұқсас заттарды. Body 2-де осы body 1-ге қарама-қарсы бір контрастты түрдегі жаңағы информацияны бір-біріне қарама-қарсы қоям. Сосын ол жерде мен уже детальді түрде бәрін түсіндіретін боламын. Процентпен, жаңағы сандармен, жылдармен уже бір-бірін салыстырып, мынау 2 есе үлкен, маған қарағанда мынау 3 есе кем деген сияқты уже математикалық салыстырулар кетеді. Себебі бізде парт 1 именно анализ болған соң бізде санға қатты мән береді. И анализде біз ешқашан өзіміздің ойымызды қоспаймыз. Бұл менің ең басты қателігім. Бірінші тапсырғанда, пробный тапсырғанда мен өзімнің ойымды жазып кете бердім. Ол вообще керек емес, не көріп тұрсыз, соны ғана жазасыз, и все. Аса артық нәрсенің керегі жоқ. Ал парт 2 болса, бұл жерде уже эссе. Яғни бізде opinion эссе болады, disadvantages, advantages бар. Сосын жаңағы қандай эсселер бар, тағы қарап жіберейін. Problem solution бар, мысалы проблема беріледі, соны шешесіздер. Double question болады, бізде 2 қана сұрақ беріледі. Сол бірінші параграфта сіз бірінші сұрақ талдайсыз, екінші параграфта сіз екінші сұрақ талдап кетесіз. Discussion эссе бар, бізде 2 түрлі ой беріледі. Мысалы, бірінші адамдар ойлайды, зоопаркқа ешқашан бармау керек, бұл жаңағы қатыгез деген, жауыз деген нәрсе. Ал екіншісі адамдар ойлайды, наоборот, зоопарктар біздерге жануарлардың экстинкшндарын сақтап қалуға көмектеседі дейді. Яғни осы 2 түрлі ойды біз жаңағы қорытып, жазып, 2 жақтан қарастырып, бірақ соңында өзіміздің ойымызды білдіріп кету керекпіз. Opinions тоже бізде 2 жақты қарастырамыз, өзіміздің ойымызды білдіреміз, бірақ
и advantages, disadvantages, екі параграфқа тоже плюс пен минусты бөліп тастаймыз, и все. Негізі, именно структурасын білсеңіз, барлығы оңай болады. Именно просто бізде linking words-тар бойынша жаңағы қиыншылықтар көп адамдарда қолданбайды. Ал экзаменаторлардың барлығы бізде linking words-тарды көргісі келеді бізден. Мысалы, контрастты көрсету үшін, өзіміздің ойымызды білдіру үшін қандай сөздер қолданылады, мысалы, ол оқушы деп бізден қарайды. И әрбір жазған сөзімізге мән береді олар. Сондықтан біз жаңағы стратегия тоже болу керек именно райтингке. Заранее дайындап қойған сөзіңіз болуы мүмкін, немесе жоспар құрауыңыз мүмкін именно парт 2-ке. Парт 1 болса, ондай жаңағы просто тестте жазатын нәрсе 20 минуттың ішінде, ал парт 2 40 минут бойы жазасыздар оны. И ең басты мысалдар. Сіздерде андай структура болу қажет: аргумент, оны түсіндіру, мысал және қорытындылау. Осы сіздерде 4 нәрсе бірге болса, сіздің ойыңыз дұрыс жеткізіледі. Сондықтан сіздер тоже оған аса жаңағы мән беріңіздер. И райтингті қалай дамыту керек деген сұрақ болса, бұл жерде чисто оқу. Мысалы, басқа адамдардың эсселерін оқимын. Менде өзімде бастапқыда 5-5 болса, өзімнің жазған эсселерім, соны оқығаннан кейін менде уже 6-5, 7-ге келдім мысалы. Бірақ IELTS-тың өзінде мысалы именно жаңағы организацияға байланысты менде қателіктер болды, сол -0,5 балл содан кетті. Себебі мен абзацтарды бөлмедім, арасын ашып. И сондай да варианттар болды. И плюс жаңағы өзіңізде көп жазыңыздар. Мысалы, мысалдарға қарап, өзіңіздің вариантыңызды жазсаңыз, қолыңыз үйренеді, жаттығады. Сондықтан сіздерге осындай нәрсе қажет. Ал енді давайте спикингке көшсек. Спикинг мен үшін ең андай қызық парт болды да, себебі for example, көбісі ойлайды, спикингті дамыту үшін қасыңа бір адам қажет деп. Бірақ негізі олай емес. Мен өзім 8 алу үшін спикингтен негізі өте таңғалдым. Себебі мен мысалы 6-5 хотя бы ожидать еттім да, бірақ негізіне нормально шыққан екен деп өзім таңғалдым. Себебі мен өзіме сөйлестім. Допустим, енді ол бүкіл адамдарда бар сияқты, типа интервью беріп, мысалы, айнаның алдында сөйлесіп, бір кейбір тақырыптарға, белгілі бір тақырыптарға. For example, мен IELTS-тың тақырыптарын алымда, әрқайсысын мен талдайтын едім, for example. И, мысалы, тоже бұл жерде стратегия бар. Жаңағы жауап берген сөзіңіз ашылып, жаңағы қорытынды болу үшін, яғни қорытылып, барлығы ашылу үшін, жаңағы ойыңыз жеткізу үшін сіздерде мынандай 3 нәрсе болу керек. Сіз бірінші, допустим, бір сұрақ қойса, сіз ең жақсы көретін нәрсеңіз не? Допустим, сондай сұрақ қойса, сіз бірінші пасты талдайсыз. Пас деп тұрғанымыз бізде ол өткенде. Мысалы, не ұнады, мен соны талдайтын едім. For example, мен баяғыда өзімнің жаңағы сүйікті нәрсем осы болды, бірақ қазіргі таңда сосын мен презентке көшемін, уже қазіргі таңда не ұнайды маған, соны талдаймын. То есть бізде уже андай жаңағы осы хронология бойынша артып келген соң уже айтатын зат көп та, мысалы, и сөйлей бересіз. И экзаменатор өздері тоқтатса сізді, ол уже нормально, то есть нормально сөйледіңіз деген сияқты знак береді сізге. И мен презент туралы қазіргі таңда маған не ұнайды, соны айтып кетемін. For example деп мысал келтіремін, не үшін деген сұраққа жауап беремін. И сосын мен futureға көшемін. Futureда мен уже мысалы бұйырса маған не ұнауы мүмкін деген сұрақтарға жауап беруім мүмкін. For example, маған болашақта осы зат ұнай беретін сияқты деп мысалы болжам жасаймын да, prediction тоже. И ол өте маңызды себебі сіз 3 жаңағы уақытта, то есть past, present, futureда сіз өзіңіздің ойыңызды жеткізе алдыңыз. Ол бізде грамматиканы көрсетеді. Неге ол барлығы жаңа экзаменаторлар осы жақсы баға қояды осыған? Себебі сіз past-тың грамматикасын қолдандыңыз, қазіргі таңның грамматикасы и болашақтың грамматикасы, will деген сияқты. И осындай жаңағы заттарға қатты мән береді. И плюс жаңағы for example, YouTube-та сондай видеолар бар. Band 9 speaking test, for example, Band 8 speaking test. И олардың сөйлегеніне қарап, сіздер примерно сізде жаңағы не болады, не қалыптасады, түсінік қалыптасады, то что вот так сөйлеу керек екен, оказывается деп. И фидбэк бергенде экзаменатор сіз уже өзіңізге де бір фидбэк ала аласыздар, for example, да. И соған біз қатты мән беру керекпіз. Негізінде IELTS ондай қатты қиын деп айта алмаймын, себебі SAT-ге салыстырмалы түрде SAT қиынырақ. Себебі ол жақта ағылшыны қиын, математика чуть-чуть арасында, да. И сол себепті IELTS-қа прям жыртылудың қажеті жоқ деп ойлаймын өзім, мысалы, да. Бірақ жақсы балл алғыңыз келсе, ол сорыны жаңағы мысалы мен
вторник күні чисто листенингпен айналыстым, четверг күні ридинг, мысалы суббота менде райтинг болды да, осы 3 күнге бөліп тастадым, ал қалған күндері мен спикингпен айналыстым. И сол себепті осындай жаңағы график бойынша құрастыруда тайм-менеджмент тоже маңызды осы жерде, любой экзаменде. Осылай айтып кететінім осы. Негізі егер тапсыратындарыңыз болса, бәріңе сәттілік. И hope I helped you. Барыңызға сау болыңыздар. Сәттілік.